Сәлем достар, бәріңізге бүгін менде қайтадан влог, және бұл влог бізде қар жауды деген влог болады. Иә, бүгін бізде қар жауды. Иә, вот қараңыздар. Қайтып көрінеді. Ой, алдына жақындатпайды. Вот, короче, көрініп тұр ғой кішкене. Вот қар жауды бүгін бізде. И біз залға неужели гирлянда ілдік. Менің алдыңғы влогымда мен сіздерге ілеміз деп айтқан едім, бірақ ол уже ілмей қалдық, ол күні, потому что қар жаумай қалды. А бүгін бізде қар жауды, біз бірақ оны кеше іліп тастадық. Ертең қар жауады деп сіздерге көрсететін боламын, бірақ ол жарықта, конечно же, көрінбейді, қараңғыда көрінеді. Кешке оны сіздерге көрсететін боламын. Вот достар, короче, міне мынандай шторға гирлянда осындай бұл алыстан көрінбейді, бірақ ана төбелерінде өйстіп тұрады. Вот бұны мен сізге кешке бірақ көрсететін боламын. Вот осындай шторға гирлянда әдемі. Өте күшті, мына жаққа фотосын қоямыз сіздерге. Оны кешке көресіздер. Вот бізде далада күшті қар жауып жатыр. Әлі де жауып жатыр, прикиньте. Менің соңғы қар влогым уже бір ай бұрын болған, енді осы екінші қар влог. Уже официально қыс басталды деген үміттемін. Құдай ермейтін шығар енді бүгін, потому что бізде 10 декабрь. Жердің бәрін, ойбай, не оқылды, жердің бәрін басып тастаған қар ғой. Әлі де жауып жатыр. Біз кеше ғана ораманнан жеп алған болатынбыз, вот. Вот, қандай күшті жусаймен жақсы көремін. Әлі бетім жуған жоқпын, қазір түсімді жуып алғым керек, бетімді жуып алғым керек. Вот, достар, үйдің бәрі бізде қараңғы болып тұр, потому что далада қар, конечно же. Вот. Короче, қазір ештеңе жоқ, осындай пульт бар, и мынаны қазір 10 деген басамыз, вот. Достар, қараңыздар, мынау Каспийде, короче, 1200 теңгеге, біреуі былайынан 3 метр, и біз былайынан 2 тал 3 метрден алдық. Вот, 2400 теңгеге вот осындай гирлянда. Маған қатты ұнады, прям кеште прям күшті болады. Осындай әдемі пульті бар, екеуі де мынандай пультпен. Вот, мынандай зарядканың басына біреуін тығасыңдар, мына екіншісін тығасыңдар. И вот мына басып та мынандай нелерін ауыстыруға болады. Вот, мысалы, мына жақта бірді бассақ, ой, қазір өзі бірде тұр негізі. Екіні басамыз, басқасына ауысып кетеді. Мынаны басамыз, басқасына ауысып кетеді. Вот сондай ғой, короче. Әйтте күшті, маған қатты ұнады. Мен не істеп жатыр десеңіздер, мына жақта мен сурет салып жатырмын. Білем, қатты күшті емес. Қазір мына цветпен мен мына жерді бояп жатырмын. Короче, мен конкурсқа қатысып жатырмын. Өзіңнің сүйікті сказканың даласында фотосын, суретін саласың. Мен колобок салып жатырмын. Мына колобокты әлі бояған жоқпын. Аспанды бояймын. И мына жерді бояп бітіруім керек. И колобокты бояймын. Сол ғана қалды, короче. Әлі мен таңғы асын ішкен жоқпын. Сразу баста кеттім мынаны. Мынаны аяқтамай тұрып, короче, тамақ ішіп келейін, потому что мен қатты қарным ашып кетті. Қар осындай болып тұр. Бізде әлі қар жауып жатыр, бірақ сіздерге көрініп тұр ма, міне. Мен Тимудан осындай кружка алған болатын. Қараңыздар, прям күшті екен. Өздеріңізбен бірге ұстап жүруге өте әдемі екен. Еще мынандай әйнек, короче, стекло. Прям мындай трубочкасымен ішесің. Прям суы өте мындай көпке жетеді, короче. Вот мен ішіне қазір су түбінде ғана тұр. Вот, советую. Мудан 2001 бәле теңгеге алдым. Стоит, короче, өте күшті кружка. Ой, рафик. Вот, короче, мен осылай ораманнанымды салып алдым. Жұмсаймен прям қатты жақсы көремін. Және картошкамен қатты жақсы көремін. Ал асқабақпен маған вообще ұнамайды. Вот, таңертең мен шай ішпеймін. Кейде ғана ішіп қаларым едім. Қазір мен су ішіп жатырмын. Таңертең ішіне су бар, көрсете алмаймын оны. Вот, мен таң асымды ішіп алайын. Мен қазір ғана тамағымды ішіп болдым. Енді қазір далаға мен өзім итімді кеште түнде босатамыз ғой, қазір соны байлауым керек. Соны байлауға шығамын далаға. Далада әлі боран болып қар жауып жатыр. Давайте переходпен, қазір үйде тұрмын, переходпен далаға шығып кетемін. Мен видеом қоспаған ба? Мен бағанамын жүрсесің. Шындығында менің үстіме шығып алды. Шошыттың ғой, әй. Түс болды. Түс. Не деген бәлем ол?
Уф. Вот достар. Адыхар. Бәрін кір қылды анау. Отырсың қараңдаршы ана. Оның үйшігі ана жақта тұр. Маған сол жаққа бару керек. Ол жаққа барғанымда, конечно, қалтамаса барам. Сол үшін кеттім мен бәле кеттім. Дала қатты суық. Мен қолым прям мұздап кетті. Байлаған жоқпын, себебі мен ана қалың қардың арасынан ананың байлайтын сібін таппай қойдым. Еще мойнында тұратын ошейнигін таппай қойдым. Қардың арасы ыдысын, тамақ беретін ыдысын өзім әрең тапқанда ана екеуін вообще таба алмаймын. Сөйтіп гаражға беріп жүрдім. Мен ол жаққа қар тимейді ғой, сол үшін гаражға тамағын беріп сол жаққа тастап кеттім. Вот, менің қолым осылай үсіп кетті. Үсіп болғанда үсіп кеткен жоқ. Сөйтіп ё-моё, жаман суық болып тұрды, бірақ күшті болып тұр прям. Бағанағы пешеход болды. Короче, бағанағы переходы болмай қалды, потому что ақтабан итім үстіме секіріп, адамды шошытып жіберді ғой, ё-моё. Вот мен мына суреттен жалғастырамын, потом сабаққа дайындалған сурет қой, қазір аяқтарым бояймын, мен мынаны бояймын. Короче, міне осылай салып біттім. Қалай сіздерге әдемі ма? Маған енді қатты ұнап тұрған жоқ, но енді білмеймін, мен мынау суретпен 3-ші орын аламын ба, 2-ші орын аламын ба, орын алмаймын ба, мен даже білмеймін. Вот, міне зарядкада отырмын телефоныммен. Вот. Ой, кстати, бүгін бізде декабрьдің 10-ы қар жауып жатыр бізде. Қазір ғана түрімді жөндеп алдым. Вот, енді қазір шашымды жасайтын боламын. Шашымды жаяйын ба деп тұрмын. Вот, короче, бүйтіп қыстырып, заколка тағып, өстіп артын жайып алатын боламын. Қазір мен осындай сердечко заколка, сырға тағатын боламын. Бүгін сабаққа походу не кисем болады бүгін мен? Бүгін сабаққа мен походу жилетка киетін боламын. Андай 2 жилетканың түрі болады, біреу безрукавка, біреу андай үстен киетін, мен соны үстен киетінді киемін, короче. Вот, ана суретті енді білмеймін, апарам. Бұл сағат 2-де болады. Біздің сабағымыз 2-де басталады, сол үшін походу бірінші сабаққа біз қатыспаймыз. Қатысатындар сол конкурсқа. Біздің класста мен и менің подружкам қатысады. Вот, енді мен өстіп шашымна прическа жасап алатын боламын. Прическа жасап болған соң көрісеміз. Достар, мен осылай мектепке кетіп бара жатырмын. Вот. Достар, мен сабаққа кетіп бара жатырмын.
уже бигудим чуть-чуть айтамын, потому что мен шыдамай кеттім. Вот. Енді тұрып аттым, принципе, байлап қойған болатын. Андай босап кетпес үшін бүгін принципе нормально қатты босап кетпеген. Андай әдемі шықса всегда өйстіп жасау керек. Мен 3 рет істегенмін ғой, что-то қиын болып жатыр шешілу. негізі төсек жинап кәдімгідей ашуға болады. Негізі ше мен кеше влогымды аяқтап кетемін деп ойлағанмын ғой. Просто не болып кетті. Бигудидің результатын көрсете салайын деп ойладым да. Но шешілмей жатыр. Ой. Ё-моё. Өтелді. Вот. Чик. Бөлкіш шығып сияқты. Түсеш. Всегда осы бұрыш бір тегі бір түрлі болады екен. Түше. Вау. Қараңыздар. Менде в принципе челка жоқ, бірақ осындай челка бар сияқты көрініп тұр. Может, өзі сондай шығар, білмеймін ғой. Что болып тұр? Челка болса маған өте жарасады екен, иә? Вот, короче, екі жақта бұл жолы нормально шықты. Алдыңғы влогтағыдай емес, достар. Егер алдыңғы влогты көрмесеңіз я көріп кеттіңіздер ол кезде неудачно шыққан болады. Мен шашым әлі кеппеген, прикиньте. Вот. Тарасам не болады екен, құртып кетемін. Әлі кеппеген шашым. Вот артын қалай көрем. Сіздерге көрсетейін артын. Қалай бүйтіп көрсем, прям бір ондай бір түрлі ма. Бүйтіп орап қою керек шығар. Мен всегда өйстіп орап қоямын, үстін беріп. Негізі ше ойлаған ғой, өйстіп беріп. Ой, қақайтты. Бүйтіп беріп. Бұл жолы нормально алдыңғыдан қарағанда. Бірақ что-то қатты емес бирасы. Мен тиктоктан көрдім ғой, кейбір адамдардың прям күшті не істелген да, бираланғанда. Мен ондай емес. Аяғыма жұлқап тұр, потому что резинка тұрды. Вот, короче. Қыстырып барам бүгін заколочкамен шашымды. Бірінші тарап ұстап істейінші. Короче, Новый год қайқасын украшать етеміз. Я. Мәнен қарасаңыздар, мен как будто челкам бар сияқты тұр. Мен бірақ челкам жоқ та. Қараңыздар. Как будто челкам бар, я. Осы жерін алып маған. Короче, астыңғы укладкасы маған жоқ. Себебі бытым болмаған, ал үстіңгісі ұнады. Үстінен қарасаңыздар, мен как будто челкам бар сияқты. Төсек жинамай, станым қалай кетті, достар. Бүгін мен влог түсірмеймін, осымен аяқтаймын, просто сіздерге таңғы бигудиме укладка қалай шыққанын көрсетейін дегенмін. Ал маған аса қатты ұнаған жоқ. Уже екінші попыткамен нормально шығатын шығар деп ойладым, бірақ уже нормально болып шықпады, достар. Неге өйтіп жатыр? тиктокта көрдім ғой, мен қаншама адамды күшті шыққан, мен күшті шығады деп алдым. Оказывается, бесполезно. Мен мынаны өзім орап қойдым. Вот мына не. Сөйтіп.
ой Ваня мышны ой там алдындағыдан хуже ғой мынау прям алдындағыдан хуже не мынау алдында более-менее нормально болып еді ғой енді байқап тұрмын алдыңғыдан жаман екен постыми қамбала бегу дейсің вот енді бүгін едім да укладка жоқ әдемі болып қыстырып барайын деп едім укладкамен бұнда укладка жоқ не мынау енді не мынау не мынау не мынау алдындағыдан жаман шықты мынау мен тарап едім вообще ужасный если что бұндай бигуди алмай ақ қойыңыздар сатып не советую потому что вот дұрыс жасай алатындар бар шығар дұрыс жасай алатын болсаңыздар алыңыздар да ал дұрыс жасай алмайтын болсаңыздар алмай қойыңыздар себебі мен өзім мысалы дұрыс жасай алмадым ба білмеймін или өзі сондай ма мен өзім укладка жасай алмай жүрмін бигудидан ше вот 9 минут отырып кетіппіз короче 9-дан 9 кетті бізде таңғы вот қаншама ыңғайсыз жатқан түнім деп кеттің иә бірақ ренжулімін өте потому что мынау енді вообще ужасно не мынау не просто астында тұрған зат қой мынау не ухоженный шаш маған вообще нағым жоқ біліп жасаңыздар бәрін тиктоктан көріп алып енді мен тағы да 3-ші попытка жасап көремін тиктоктан қарап кәдімгідей если ол шықпаса вот точно мынау жаман сол андай мишечкамен мұрны түсіп қалды достар білмеймін өзімен өзі мұрны түсіп қалды а так менің любимый мишечкам болған вот бүгін сабаққа укладка жоқ укладкасыз барамыз бүгін сабаққа далада бізде әлі қар болып тұр всем пока осымен влогымды аяқтаймын бұл влогта менде болды қардың жауғанын көрсеттім укладканы бигуди екінші часть потому что ана часть ұнамап еді мынау вообще ұнаған жоқ потом не болды болды сол екеуі а гирлянда болды короче гирлянда шторға вот всем пока кешірім сұраймын влогты жалғастыратын болдым потому что өзім жалғастырғым келіп тұр енді бүгін таңертең бастап қойдым жарайды укладка деп енді қайтып жалғастырып 2 күн жасағым келіп тұр сонда да влог ұзақ болатын болады менің ана жақта тұрған сумкамды көріп тұрған шығарсыздар ол сумканы мен Тимудан заказ берген болатынмын қазір сіздерге көрсететін боламын сумка короче сіздерге тоже советую вот менің ішінде заттарым бар уже калькулятор білмеймін не істеп жатқанын именно калькулятор менде сынып қалды достар қараңыздар сабақта қалтама сала салғанмын ғой апай келе жатқан соң сол кезде қалтамда қатты ештеңе болған жоқ бірақ өзімен өзі үстіде сынып қалды дисплейі кетіп қалды короче вот бұл білмеймін істеп жатқанын вот ішіне менде кішігірім обзор жасап берейін бағана калькуляторды көрдіңіздер өздеріңіз давайте осындай тарақ вот потом осындай айна қызыл цветті осындай айна короче осындай бархатные губки деген бальзам для губ короче и еще бұл білесіздер ма коладан жасалған ой коланың иісі шығады кәдімгідей бірақ кішкене бір түрлілеу құсқыңыз келтіреді вот келесі бізде осындай блеск для губ бұның ішіне мынандай қалған жоқ жартысы достар мынаның ішіне короче достар мен алдында ғана қараған кезде мынандай тұрған да енді қарасам мынандай мен ойлап тұрмын да бұл заты бүйтіп жатқан кезде өзімен өзі аға береді екен потому что мынаның заты кішкене сондай майлау болып тұр да болтынан салмай ақ қояйыншы енді өзі қазақмынау күшті прям достар советую сіздерге прям жағасың ерінің күшті болып кетеді жақсы көремін осыны келесі менде осындай сабын вот бұны мен тоже Тимудан заказ берген болатынмын вот осындай розовый бұл роза аромат розы короче ал мынау көк бұның иісін бірақ білмеймін вот осындай кішкентай сабын келесі менде осындай типа гидродивизми жасайтын
Мынака бүйтіп тағып қоятын, короче. Заколка. Тәрбесмейді. Вот бұндай біреу-ақ менде, короче. Вот ішінде қалғаны осындай тиындар. Кете берсін. Вот, бұны мен бір жақтарға шыққан кезде ұстап шығамын. Ұстаптан мен тұра береді. Негізі мынау сабаққа апаратын сумкада тұрушы еді, бірақ почему-то ішіне кетіп қалды. И менде мынандай тағы да бір бежевый цветті шоппер бар. Оның ішінде әлі ештеңе жоқ. Потому что мен екеуін ауыстырып тастаймын. Қазір қыста қара, ал жазда ақ. Вот сондай ғой. Сіздерге көрсеттім де, бірақ дым түсіндірмеппін. Короче, бұл Victoria's Secret'тің екінші сатып алған духиіміз. Короче, бірінші духиіміз болған, и уже кетіп бара жатыр кәдімгідей. Және бұның иісі деп болған, иісі өте күшті. Прям маған қатты ұнап қалған болатын. Енді бізде осындай розовый новый. Еще мынау бір 2-3 қараңыздар түбінде ғана қалғанда, ана уже полный. Өте иісі де өте күшті екен. Кеше конкурсқа қатыстым ғой, конкурс рисованияға, и суда маған осындай, мен екінші орын алдым, кстати, маған осындай маркер берді, короче, 2 түс болып жазылады, короче. Міне бірінші қара мен қызыл тұр ғой, мына цветовна ең соңында тұрған, и ол, короче, үстіп қара мен қызыл аралас болып жазады, короче, прям күшті маркер екен, и грамотаны линейкада береді. Білмеймін, алда кетті ма, білмеймін даже. Мына менің новый пеналым. Бұны, кстати, тоже Тимудан заказ берген болатынмын. Осындай прозрачный, мен осыны қатты армандап күткен болатын бұл пеналды. Вот, арманыма жетті. Осындай пенал ішінде заттар бар. Вот. Тимудан заказ бердім. Даже мен өзіме жемпір заказ берген болатын. Бірақ ол жемпірді мен бүгін сабаққа киіп барамын. Сол кезде сіздерге көрсететін боламын. Ол прям күшті жемпір. Мындай пергамент алған болатынбыз. Пергамент деп айтты бізге. Короче, все по 500-тан алдық қой. Супактың қасында, короче, все по 500-тан алдық. Сол пергамент деп айтты. Корейский ма, китайский не правильно жазыпты, короче. Вот, 2 алдық. Прикиньте, екеуі 500 теңге болды. Прикиньте, все по 500 қой, бәрі 500 теңгеден. И наның екеуі, прикиньте, 500 теңге. Шүкірден қараңыз, шүкірді. Мен бірақ оны келгенде ашып көрген жоқпын. Прикиньте, алдында алғанбыз ғой. Соны ашып көргенмін. Еще мен ол жақтан алдында көрсеттім ғой сіздерге зубный паста өз четкамды. Соны алған болатынбыз. Ойбай. Пергамент бар. Оны пергамент деп прикиньте, ақ пергамент. Короче, сіздердің тамақтарын пирогтың мысалға астына қоясың. Ақ пергамент екен, аяқты бүйтіп ашады екенсің да, потом бүйтіп алады екенсің, короче. Соңына екінші турасындай. Вот жақсы болды бізде пергамент тұқтады. Еще бізде фольга жоқ. Оны алдым, біздің тұрған сол жерде. Ой, вот. Еще біз сол все по 500-тан осындай корейский ма бұқып алдық, короче. Көріп менің бас жағы, мынандай кішкентай нелері бар. Короче, осындай. Көк, розовый, сары. Тоже осы жерден 500 теңге, достар. Потом ана қойдым. Жоқ, басқа жерден алып қойдым. Бізде осындай болып тұр. Вот жол ашып қойғанбыз, енді кішкене болса араға дейін. Вот қазір ақтабанды байлап келетін боламын. Мен далаға шықтым. Вот аяққа ақтабан шөгімді байлап қойдым. Ортаға күшті болып тұр. Бірақ сәл-пәл суығы бар. Вот. Сылап тұраны. Вот. Аяғымдағы мән бермеңіздер, үйде тұрған соң кез алдым. Өзімнің кәдімгі етігімді киюге жалко болды. Төрт, бес, 6, жүрегімді құрттым. Еще она ұзын да, как бы. Вот. Все, мен үйге кіремін. Кірдім, достар.
достар, мен сабаққа шығып бара жатырмын. Вот. Шапкамды алдым, сумкамда тұр. Қайтқан кезде кетім боламын. Қазір дава қатты суық емес болып тұр, потому что. Вот. Бүгін шарф таққан жоқпын. Шапкаға салдым. Мен сабақтан шықтым. Вот. Вот. Біз, короче, классты украшать деп едік. Біздің классқа директор кіріп, короче, бізге ұрсып берді. 16 декабрьден ең бір астесін өрдеді, короче, бізге. Вот. И біз сол оформление жасамай кетіп бара жатырмық. Бірақ суық. Бетім де мұрным да қызарып кетті, достар. Онда қатқан жүру. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Following the leader down 8th Street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls to